Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге каналымда қара нанның қалай жасалу керек және де арасына не қосады, қандай ұн қосады, керек заттарын қайдан сатып алу керек жөнінде барлығын түсінікті етіп айтып өтетін боламын. Көбіміз диеталық нан деп кафелерде заказ беріп, дүкендерден сатып алып жүрген қара нан осы нан. Ең алдымен бұны жасау үшін бізге бөлме температурасындағы жылы су қажет болады. Мен мына жерде 1 литр судан неше нан шығарғанымды қазір айтып өтетін боламын. Енді үстінен 1 ас қасықпен тұз толтырып саласыздар. Жарты ас қасық қант қосып аламыз. Мына жерде пакеттегі қара нәрсе, бұл біздің қара нанға қосатын солод деп аталады. Аты кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. 1 килосын алып қойсаңыздар, біраз уақытқа дейін жететін болады. Және де килосын мен 800 теңгеден сатып алдым. Біздің қара нанның цветін шығаратын ешқандай қара ұн емес, осы солод болады. Енді үстінен сұйық май қосып аламыз. Бұны да шамалы араластырып жіберіп, енді ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Осылай бірден салып жібердім мен барлығын. Одан кейін жұмсақ кәдімгі тура қандай ақ нанның ұнын илегендей етіп илей бересіздер. Үстінен құрғақ ашытқы салып, орташа көлемдегі қатты етіп қойға болмайды. Орташа жұмсақтықта, яғни тығыздықта нанды илеп аласыздар. Әркімнің ұнының тығыздығы әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің қолдарыңызбен, көз мөлшерлеріңізбен өлшеп отырып қамырды илеп аласыздар. Осы жерде көріп тұрғандарыңызда мен ешқандай да қара ұн, ештеңе қосқан жоқпын. Кәдімгі өзіміздің бірінші сорттық ұнмен, яғни солодты қосып дайындап алдым. Ең бастысы нанымызды қатты етіп илеп қоймай, кішкене ұн сеуіп отырып, июын қандырып, жұмсақ қамыр илеп аласыздар. Бұл қара нанның ерекшелігі, қанша ұн салсаңыз да қолыңызға жабысқақ болады. Мынау жұмсармай жатыр ғой, яғни басы бірікпей жатыр ғой деп ұн сала берудің қажеті жоқ. Кішкене осылай жерге қойып алып, июын қандырып, осылай барынша илеп аласыздар. Сонда нандарыңыз жақсы болып шығатын болады. Одан соң қайтадан ыдысына салып, бетін жауып, шамамен 2-2,5 сағаттай қойып қойсаңыздар, нан өте жақсы көтерілетін болады. Өзім осы уақытқа дейін қара нанды диеталық нан деп сатып алып, ешқандай ашытқы немесе жаңалегі қара ұн қосылады деп қиын деп ойлаушы едім. Ешқандай қиындық жоқ. Тура кәдімгі жеп жүрген ақ нанымыз сияқты дайындалады екен. Тек құрамына солод қосылады. Және осы жерде қамырымыз керемет болып ашып дайын тұр. Көріп тұрғандарыңыздай ұн сеуіп жасаған жоқпын. Қолымды майлап алдым. Міндетті түрде қолдарыңызды майлап отырып қамырымызды аламыз. Енді грамдап істейміз. Мен енді грамдап көрсетіп жатырмын. Көз мөлшерлеріңізбен істесеңіздер де болады. Үйге дайындайтын болсаңыздар, ал егер қонаққа жасайтын болсаңыздар, осылай көлемі 80-85 грамға дейін дайындасаңыздар, керемет болып шығады. Тура кафенің нанындай болып, кішкентай болып, әдем болып көрінетін болады. Қолымызбен домалақтап формасын шығарып аламыз. Барлығын 85-80 грамм қылып аласыздар. Өзіміз әрдайым қонақ күтетін кезде ақ нанның қасына, бауырсақтың қасына осылай қара нанды дайындаймыз. Ең бастысы, бұны сатып алатын болсаңыздар, қаншама ақша шығын кетеді ғой, ал үйден жаңағыдай солодпен дайындайтын болсаңыздар, дастарханыңыздың көркін ашады, әрі ерекше сондай сән беріп тұратын болады дастарханыңызға. Енді барлық жаңағыдай домалақтап алған нандарымызды табамызға орналастырып, бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Сол уақытта жұмыртқаны жарып алып, осылай араластырып дайындап қойдым. Енді бетіне барлығын жағып шығатын боламыз. Қалауларыңызға қарай жұмыртқаның сарысын ғана жақсаңыздар да болады, немесе кішкене сүт қосып жіберіп жақсаңыздар да болады. Менде осы 1 литр судан 36 қара нан шықты. 80 граммнан грамдап алдым ғой мен. Енді бұл жерде 80-85 граммнан грамдап алған кезде 36 штук қара нан шықты. Қаншама ақшаны экономдайсыздар. Енді бетіне әсемдік ретінде осылай күнжіт септім. Қара, қоңыр, ақ күнжітті араластырып отырып, барлығының бетіне қолдарыңызды бір саусағыңызға кішкене жаңалыққа жұмыртқаны батырып алып, осылай барлығының бетіне жағып шығасыздар. Жан-жағына шашыратпай, осылай ортаға ғана жақсаңыздар, әдемі көрінетін болады. Пешті алдын ала қыздырып дайындап қоясыздар. Шамамен 180-200 градуста 40-45 минуттай қойып пісіріп алдым. Қарап отырасыздар. Әркімнің пешінің қызуы әртүрлі болғандықтан қарап отырып пісіретін боласыздар. Мен мына жерде екінші порция нанды дайындап жатырмын. Бұның да бетіне жұмыртқаны жағып, күнжітті сеуіп, пешімізге салып пісіріп ала береміз. Күнжітті де базардан килограмдап сатып алған болатынмын. Сол кезде қалтаға қонымды болады. Ал магазиннен жаңағыдай пакетиктегі күнжітті алатын болсаңыздар, ол аз ғана уақытқа жетеді ғой. Сондықтан да осылай түрлі түсті күнжіттерден базардан килограмдап
арзандап алған болатынмын. Барлығының бетіне жағып, пешке қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 40-45 минутқа қойып пісіріп алдым. Қара нандарымыз дайын болды. Кафе дүкендегі сатып алып жүрген нандарыңыз осы нан. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, бөлісіңіздер. Каналым пайдалы болса тіркеліп алыңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жаңа рецептерім шықса алғашқылардан болып көретін боласыздар.